Бірінші бөлім. Қазақстан Республикасы. Қазақстан Еуразия құрлығында орналасқан. Қазақстанның жер аумағы 2.724.900 км². Қазақстан шекаралас орналасқан 5 ел: Ресей, Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан. Қазақстан Республикасы жері: батыста Еділ өзені, шығыста Алтай тауы, солтүстікте Батыс Сібір жазығы, оңтүстікте Тянь-Шань тауына дейін созылып жатыр. Жерінің үлкендігі бойынша дүние жүзінде 9-шы орында тұр. Халқы 16 миллионнан астам адам. Астанасы Астана қаласы. Әкімшілік құрылымы 14 облыстан тұрады. Республикалық маңызы бар қалалар: Астана және Алматы. 1991 жыл 16 желтоқсан Қазақстан Республикасы тәуелсіздік күні. Мемлекеттік тілі қазақ тілі. Ұлттық валютасы теңге. 1993 жылы 15 қарашада енгізілді.